Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен тағы да мен бүгін осы покердом сайтында тағы да бір қызықты ойынды сіздермен бірге қарастырып өтетін боламыз. Ең бастысы осы экрандарыңызда көріп отқан промокодты осы покердом сайтына кіріп қолдана аласыздар. Бұл сайтқа тікелей өту үшін біз осы видеоның астында ссылка қалдырып өтеміз. Соған басып осы сайтқа өтсеңіздер болады. Енді қараңыздар, біз мына жерде осы сайтта главный экранда поиск берілген. Бүгін сіздермен Tower деген ойынды қарастырып өтетін боламыз. Міне дәл осылай жазылады. Мына жерде осындай башня суретімен играть деген басамыз. Бұл енді байқап отырсаңыздар, басқа видеоларды қарасаңыздар, бізде деген әр ойынның мынадай біздің өзіміздің былайша айтқан заңымыз бар. Ұтылып жатқан жағдайда біз ставканы екі еселейміз, ал ұтқан жағдайда өзіміздің бастапқы таңдаған ставкамызға қайтадан ораламыз. Так, бұл жерде қараңыздар, өте оңай, қазір түсіндіріп өтетін боламын. Мына жерде ең бастысы достар, риск дегенді классический деп қоямыз. Сол кезде бізде шанс кішкене көбейеді, бірақ коэффициенттер азаяды. Бірақ оны өзімен ақша жасауға болады. Енді біз бүгін біздің балансымыз 40 000 теңге қазіргі сәтте. 500 теңгеден бастайық достар сіздермен. 5 000 деп қойыппын, 500-ден. Бұл жерде қалай ойналады? Мына жерде 5 столбец берілген. Оның ішінде каждый рядта бізде сұрақ белгілері тұрады. Бірақ біз тек қана бірінші осы столбецпен ойнайтын боламыз. Осы столбецтегі мысалы сұрақ белгісіне басқан жағдайда құлпыға түссек ұтыламыз. Біз бірінші, үшінші және төртінші строкаға дейін ойнаймыз. Міне қараңыздар, ставка қойдық. Міне берілген. Өте жақсы. Мына жерде екіншісінде ұтылып тұрмыз. Енді біз ставканы екі еселейміз достар. Міне бізге тек осы жасылдармен жүру керек болады. 3-ке 4-ке барсақ өте жақсы оның өзі. Так, келесі раунд көрейік. Классический да тұр. Міне ол өзгеріссіз қалады. Біріншісінде өте жақсы, сәтті болып тұр. Ал төртіншісінде көреміз. Давайте көрейік. Білін, төртіншісінде ұтылып тұрмыз. Негізі үшіншісінде шығарып алсаңыздар да болады. Ол өзіңіздің қарауыңызға қарай. Енді біз ставканы екі еселейміз. Тағы да ойнап көреміз достар. Міне мына жерде сәтті бірінші. Мына жерде үшіншісіне шығарып көрейік енді. Үшіншісінен де бермеді ғой. Так, жақсы. Келесісін көрейік ал. Так, жақсы келе жатырмыз. Тағы да үшіншісінде құлпы тұр. Бұл мына жерде тұру мүмкін, мына жерде тұру мүмкін. Ол сол үшін. Так, біз 2000 теңге қойып қойдым, байқамай. Негізі көбейту керек еді ставкамызды. Бірақ енді көрейік, ставка қойылды уже. Жақсы. Енді келесісіне 4000 теңге ставкамызды қоямыз. Ал ойнап көрейік бұмен. Мына жерде де үшіншісінде ставка тұр. 8000 теңгеге апарамыз достар. 500-ден уже 8000-ға дейін көтерілдік. Біз енді 16000 теңге ставка қойып отырмыз. Енді бұда сәтті шығады деген ойдамын. Осы үшіншісінен алып кетеміз қазір. Все, вывести дейміз. Міне баланс қайтарылды. Қайттан біз өзіміздің бастапқы ставкаға келеміз. Так, бұл жерден ойнап көрейік ал. Бұл жерде, мына жерде шықса 4-ке дейін апарам деген ойдамын. Ал, көрейік. Өте жақсы. Міне біздің ұтысымыз достар 1155. Жақсы. Ұтқан жағдайда ставка өзгеріссіз қалады. Тағы да 500 теңгемен ойнаймыз. Ал. Так, мына жерде үшіншісінде қалай екен? Үшіншісінде құлпы тұрды өкінішке орай. Біз енді 1000 теңге ставка қоямыз. Біріншісінде ұтылып тұрмыз. 2000 теңге ставкамен ойнаймыз. Дәл солай біріншісінде тұр екен құлпымыз. Так, 4000 теңгемен қалай ойналады екен. Ал, теңгеміз шығарып алсақ болады деген ойдамын. Өте жақсы тоқтаптым, келесісінде ұтылатын едік. Так, ал, бастапқы 500 теңгемізге ораламыз. Тағы да ставка қояйық. Бірінші сұрақ белгісі сәтті, екіншісі сәтті. Бізге қазір сумманы көбейтіп алу керек. Бірақ 500 теңге ставка болғанса, мен деген төртіншісінде ашып көрейін давайте. Өте жақсы. Арғарай барудың қажеті жоқ достар. Біз осы 3-4 мен ойнап көреміз. Тағы да 1155 теңге ұтысымызды алып кетеміз. Жақсы. Ұтқан жағдайда ставка өзгеріссіз қайталаймын. Ставкамызды қойдық. Келесі ойынды ойнап көрейік сіздермен. Сәтті. Ал, өте жақсы. Алып көрейік шосыда. Мына жерде де болатын еді, жақсы, ештеңе етпейді. По-любому ұтып тұрмыз достар. Тағы да ставка қойық. Осы 500 теңгемен ақ жақсы ойын жүргізіп жатырмыз. Ал екіншісінде құлпы тұрды бізде достар. Біз 1000 теңгеге көтереміз ставка. Келесі ойынды ойнаймыз. Так, мына жерде апарат мекен үшіншіге дейін. Өте жақсы. Ал
вывод жасадық. Бізде 1850 достар. Төртіншіге де апаруға болатын еді. Бірақ енді біз үште де шығарып отырмыз. Келесіде құлпы деп ойладым мен. Неге екенін білмеймін. Бірақ тағы да 500 теңге ставкамызды қойдық. Ойнап көреміз. Так, ашып көрейік мынаны да. Өте жақсы. 1155 достар, тағы да алып отырмыз. 2-де 30 коэффициент болды, бізде 2-де 30, Так, өте жақсы. Енді біз ұттық, өзгеріссіз қалады. 500 теңгемен тағы да ойнаймыз. Осы жолы апарам екен. Тағы да көрейік, 4-ке дейін. Өкінішке орай. 3-те шығарып алсақ та болатын еді. Бірақ біз мұңаймаймыз, 1000-ға дейін апарамыз. 1000 теңгелік ставкамызды қойдық. Мына жерде біріншісінде құлпы тұр екен. Жақсы, 2000 теңгеге еселеттік. Бұл жерде де біріншісінде құлпы тұрды. 4000 теңгелік ставкамызды қоямыз. Дәл осылай алдыға жүреміз. Бұл жерде екіншісінде тұр екен уже. 8000 теңгеге ұтылып тұрмыз тағы да. Так, мына жерде қалай екен. Өте жақсы. Ал рисковать етіп ашамыз да 4-шісін. Так, негізі 14800 ұтамыз. Давайте ала салайық, қазір көреміз. Блин, алсақ та болатын еді. Бірақ жақсы достар, 14000 теңге ұтысымыз бар. Біз 500 теңгеге қайттан ораламыз. 500 теңгемен ойнап көрейік. Ал сұрақ белгісі қайда? Қойдық қой ставкамызды. Мінекей. Так. Бұны 4-ке дейін апарып көрейік. Өте жақсы, ұтысымызды аламыз. Сол 1155 теңге тағы да. Өте жақсы, ал тағы да 500 теңгемен 4-ке дейін апарып көрейік. Так, бұл жерде де 1155. Өте оңай ұтыс. Дәл солай ұтып тұрмыз. Тағы ставка қояйық. Так, бұл жерде қалай болады екен? Апарамы 4-шісіне дейін. Өте жақсы. Тағы да 1155. 3 раунд достар. Біз 500 теңгені қойып отырып, 1155-тен 3 рет ұтып тұрмыз. Өте жақсы. Тағы да ставка қойдық достар. Ұтып тұрған жағдайда қайталаймын. 500 теңге өзгеріссіз тұрады. Так, мына жерде бар. Ал өкінішке орай 3-шісінде құлпы тұрыпты бізде. Біз 2 еселейміз да, тағы ставка қоямыз. 1000 теңгені қойып отырмыз достар. Так, бұл жерде 3-шісінде шығарсақ болады деп ойлаймын. 1850 ұтысымызды алдық достар. Ұтқан жағдайда 500-ге дейін азайтып көрейік. Так, бұл жерде апарам екен 4-ке дейін. Так, 4-шісінде өкінішке орай құлпы тұр екен. 3-те де шығарып алсақ та болатын еді. Бірақ біз ұтылдық деп есептейміз, сол үшін 2x-ке апарамыз. Енді бұл 1000 теңгені қойып көреміз. Так, апарам екен осы жолы. 4-шісіне дейін жетсек өте жақсы болатын еді. Так, мына жерде бастық. 3-шісінде құлпы тұрды, өкінішке орай. Біз енді 2 еселейміз, 2000 теңгелік ставка қоямыз. Тағы да ойнап көреміз достар. Так, осы жолы қалай болады екен? Қанша ұтып тұрмыз? 3700. 4-ке дейін апарып көрейік, достар. Өте жақсы ұтысымыз бар бізде. 4600 теңге ұтысымыз. Өте жақсы. Біз 500 теңгеге қайттан ораламыз. Ставкамызды қоямыз. Міне біріншісі бар. Екіншісінде құлпы тұрды. 1000 теңгеге көбейтеміз. Ал ойнап көрейік осылай. Біріншісінде құлпы тұр. Тағы да ұтылдық. Так, 2000 теңгемен қалай болады екен? Так, бар. Үшіншісі бар. 3704-шісін ашып көреміз. Давайте қызық болсын деп ашайық. Өте жақсы достар. Тағы да 4600 теңге ұтысымызды алып отырмыз. 2-де 31 коэффициентте. Өте жақсы. Қазіргі сәтте 42000 болды біздің балансымыз. 500 теңгеге қайттан ораламыз. Так, 500 теңге оралдық. Ал осы жолы 4-шіге дейін апарып көрейік. Жақсы болар еді. Жеткізбеді о даже. Жақсы, біз 1000 теңгеге көбейтеміз, тағы да көреміз. Бұл жерде де біріншісінде тұр екен. Ал 2 еселейміз. 2000 теңгемен 4-шіге дейін апарамыз. Так, көрейік апарып. Өте жақсы, шығарып алдық достар. 4600-ге. Так, қазіргі сәтте суммамыз 43700 болды. 500-ге апарып тағып қояйық достар. Так,
өте жақсы келе жатырмыз. 1155 ұтысымыз, 44 000-ге дейін жеткіздік. Тағы да осы 500 теңгеме ойнаймыз. Ұтып тұрмыз себебі. Мына жерде 4-шісінде болмайтын сияқты. Ладно, жақсы. 925 жаман емес, өте жақсы. Так, тағы да көрейік. Енді мынаны 4-ке дейін апармадым, жақсы. 3-шісінде құлпы тұр екен. Енді 1000 теңгеге еселейміз. Бұл жерде мен ойымша 3-шіде шығарып алу керек болады. Жетіп жатсақ. Так, ал. 4-шісінде де болатын еді. Жақсы достар, ештеңе етпейді. 45 000 теңге ұтыстамыз. Жақсы, 500 теңгеге оралдық қайтадан. Ал 500 теңгеме ойнаймыз. 4-ке дейін жеткізбеді. 3-шісінде, 4-шісінде құлпы тұр екен. Жақсы, 1000 теңгеге көбейттік. Тағы да ойнап көрейік. Так, ашсам бекен деп тұрмын 4-шісін. Жақсы көрейік. Өте жақсы. 2310 теңге ұтысымыз. 46 000 теңге қазір баланста. 500 теңгеге ораламыз сіздермен. Ал бұл жерде 1-шісінде тұр екен. 1000 теңге қойдым ставка. Так, 1000 теңгемен 3-шіге дейін апар. Жақсы шығарып көрейік. Жақсы, 1850. Өте жақсы нәтиже. Ал 500 теңгені көрейік. Апарам екен. 4-шіге дейін көрейік, Өте жақсы. 1155 біздің ең часто шығаратын тұсымыз осы болып тұр қазір сәтте. 47 000 достар. Айтып өтейін, видеоның басында тағы да қарастырсаңыз, бізде 40 000 болған, қазір 7 000 теңге плюсқа шығып отырмыз. Ал ұтқан жағдайда біз 500 теңгені қайттан қоямыз. Так. Мына жерде 3-шісінде тұр екен құлпы. Так, біз 2 еселейміз ұтысымызды. 1000 теңгені қояйық. Бұл жерде де қателестік. Мына жерде 1-шісінде. Так, 2000 теңге. Ал 4-шіге дейін апарып көреміз. 4-шіде болатын сияқты. Өте жақсы. 4600 теңге ұтысымыз. Құлпы келесі строкада тұр екен бізде. Жақсы, 48 000 плюс бізде достар. 500 теңгені қайттан қояйық. Так. Бұны 4-ке жетеді ау дегенім. 4-шісінде құлпы тұр екен. Бірақ біз ұтылдық достар. 1000 теңгені қоямыз. Бұл 3-ке жетсе шығарып алам деген үміттен. 3-шіде құлпы тұр екен. Ештен етпейді. 2000 теңге қойдық. Бұл жерде де риск бар. 4-шісінде болады деген сол үшін қазір шығар. Жақсы, 3700 ұтысымыз. 48 000-ға дейін жеттік достар. 48 300 нақты айтқанда. Так, 500 теңгеге ораламыз. Ал қалай болады екен? 4-ке дейін апардық. 1155 біздің часто ұтып отқан осы суммамыз. 500 теңгені тағы да қояйық. Біріншісінде тұр екен. Жақсы, 1000 теңгемен көрейік. 1000 теңгемен 3-шісінде шығарып алайық. Давайте. 4-ке дейін апарсақ та болатын еді, бірақ жақсы, өте жақсы нәтиже. 500 теңгеге қайттан апарамыз. Ұтып алдық себебі. Ал 500 теңгемен біз қорықпай 3-шісінде тұр екен. Жақсы, 1000 теңгені қояйым. 1000 теңгені қойдым. Бұл 3-ке жетем екен. Жетсе шығарып алайын деп отырмын. Так, міне. 4-те көріп тұрсыздар ма достар? 3-те шығарып алдым. Сіздер тек қана 3-тікпен ойнасаңыздар да болады. Мен просто аздап былай рисковать етуге болатынын көрсетіп отырмын. Қазіргі сәтте 9600 теңге плюсқа шығып отырмыз. Біз 500 теңгеге ораламыз достар. Так, 50 000-ға жеткенде видеоны тоқтатсам болады деп ойлаймын осы ойында. Жақсы, 1000 теңге. Так, 3-шісінде 4-ке дейін апарып көрейік. Шығардым. 2310 ұтысымыз. 50 000 теңге болды бізде. 50 494. Почти 50 500. Енді достар, дәл осы тактиканы қолдана аласыздар. Өте оңай, бірақ ең басы кірген кезде мынаяқта рискті классический деп таңдаймыз. Кез келген суммадан бастасаңыздар болады. Мен 500 теңгеден бастап отырмын. Сіздің қаражатыңыз мысалы өте жақсы болып тұрса, 2000-3000 теңгеден бастап көрсеңіздер де болады. Отыз өте жақсы. Қазір көздеріңізше мен деген ең минимальный, былайша айтқанда 500 теңгелік ставкамен сіздерге 10 000 теңге плюсқа қалай шығу керектігін көрсеттім. Дәл осылай ойнайын десеңіздер, осы PokerDom сайтына видеоның астындағы сілтеме арқылы өтіп промокодты қолдана аласыздар. Ал баршаңызға сәттілік достар, сау болыңыздар.